Мысал үшін 7000 студенті бар, Назарбаев университеті қазынадан 59 миллиард теңге алады. 240 мың халқы бар, Ұлытау облысы 59 миллиард теңге алады. Мен балалардың білім алғанына жалпы жоғарғы білімге ешқандай қарсылығым жоқ. Бірақ бізді аспаннан айдапер деп сұрап отқан жоқпыз ғой. Бүгінгі күнде керегі қарапайым ғана нәрселер: таза су, таза ауа, жақсы жолдар, қолжетімді медицина, қолжетімді жоғарғы білім, жастардың тұрақталуы үшін өңірге керекті мәдени, әлеуметтік нысандар салу керек. Осы мәселелерге енді қаражат қалай бөлінеді? Жаңа өзіңіз айтқандай, бұл енді балтамен шабу емей немене. Адамдардың бәрінің құқығы Конституцияның алдында бірдей емес пе? Ұлытауды алсақ, қазір мына өңірлік өңірлік стандарттың жүйесін алсақ, Ұлытаудың қазір қаласының инфрақұрылымның сәйкестігі 85%, аудандық орталықтардың 88%, бірақ ауылдық елді мекендердің 35%. Өте аз, ең төмен Қазақстанда. Сол себепте мынаған назар аударамыз біздер ертең отырғанда. Мына жаңағы жалпы сипаттағы трансфертті бөлгенде әкім өзінің облыстық даму жоспарымен, өңірлік даму жоспарымен келгенде, біріншіден ауылдық елді мекендерге біздер назар аударамыз. Қайда? Не жоспарладың? Ішінде қандай болжамдар бар? Адамның саны қанша болады? Соның бәрін жасау керек, дұрыстап істеу керек. Сол себепте осындай подход. Жаңадан ашылған өңірлерге біздер жаңа өзім атап айтып кеттім, өң көзімен қараймыз. Себебі халық күтеді. Жаңадан өңір ашылды. Ол деген президенттің тапсырмасы. Ертең біраз жақсы өзгерістер күтеді. Оны да әрине біздер жеткізуіміз керек. Рахмет.